сүйікті өнімім бар осы компанияда. Біріншісі әйел құпиясы деп аталады. Бұл ең керемет өнімнің бірі. Екінші өзі көрініп тұр, жастық эликсир деп аталады. Үшінші өнім тіпті керемет, алтын жебе деп аталады. Бұл өнімді не себепті жақсы көремін? Әйел құпиясы. Өзі атынан айталып тұр ғой. Бұл маған жастық сыйлады. Өздеріңіз көріп отырғандай, менің жасым 55-те. Егер мені осы компанияға келгеніме міне 2-ші жылдан асып барады, 3-ші жылға асып барады, танымас едіңіздер. Осы әйел құпиясы тампонның арқасында бүкіл жаңағы жыныстық недегі органдағы бүкіл проблемалар шешілді десем болады. Әрі менің мысалы бет әлпетіндегі қарадақтар, содан кейін беттің әжімі, іш, қолдағы мысалы салбырап тұратын артық терілер тартылып орнына келді. Осы тампонның арқасында. Екінші фитосор. Бұл асқазанда жас ұлғайған сайын әркімде болады, дұрыс тамақтанбағандықтан. Мына фитосорттың арқасында асқазанды жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіріп алдым десем болады. Ал жастық эликсирі бұл енді керемет. Шаш, түр әлпет, адамның клеткалық тұрғыда мен әлі ішем, әлі қабылдаймын. Клеткалық тұрғыда жаңалап қалпына келтіретін өнім. Мен осы 3 сүйікті өнім. Сіздерге де кеңес беремін. Қабылдаңыздар, жасарыңыздар, денсаулықтарыңызды қалыптарына келтіріңіздер. Қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар. Менің жақсы көретін 3 өнімім. Бірінші талан пластыр дейді, геморройный мазь деген. Үшіншісі ортопед пластыры. Осы 3 өнімдермен өте көп нәтижелер алып жүрдім. Міне осы ортопед пластырдан осы жақында ғана мен 2 өкпеме қатты суық тиіп, осы қыздар менің өкпеме артқы қабырғамның үстіне және желке тұсыма жабыстыру арқылы мен ешқандай дәрісіз, уколсыз өзімнің жақсы результат алдым. Жаңағы өкпеме тиген суықты осы пластыр арқылы ғана жазып, сондай жақсы жасадым. Енді мынау геморройный мазь дегеніміз, бұл жалғыз геморройға ғана емес, бұл жаңағы аяғымыздың тамырларының кеңген жерлеріне, беттегі безулерге және мына жас балалардың тістері шығып келе жатқанда соған жағу арқылы жаңағы ауруды басатын қасиеті бар. Бұдан да мен өте жақсы результат алдым, аяғымдағы тамырының кеңейген сыртынан жағу арқылы. Енді талан пластыр дегеніміз бұл қан айналымын жақсартады және мен бұл пластырдан құлағымның хронический құлақ ауруынан емделдім. Қайырлы құрметті ханымдар мен мырзалар, менің Infinity Group компаниясында жақсы көретін өнімдерім: біріншісі король кардицепс, екіншісі сложный король кардицепс, үшіншісі урологический пластыр. Король кардицепс өнімін жақсы көретін себебім, бұл өнім мендегі жүрек ауруларының бірден-бір берген өнім болды. Жүрек ауруларына өте жақсы көмектеседі, сондықтан бұл өнімді өзім өте жақсы көремін. Екінші өнім сложный кардицепс өнімін өзімнен өткізіп, өттегі проблеманы шештім. Мендегі үлкен проблема өттегі проблема болатын, сондықтан сложный кардицепс өнімін жақсы көремін, мен үшін мүмкін емес. Үшінші жақсы көретін өнім бұл урологический пластыр. Урологический пластыр бұл ер адамдардағы болатын қуық проблемасын шешудегі таптырмайтын емші деп айтсам болады. Сондықтан бұл урологический пластырды мен 30-дан асқан жігіттердің бәріне қолдануға кеңес беремін. Ең сүйіп айтатын өнімдерім мынау санви чайы. Екіншісі радиола розовый. Жаңа үшіншісі король кардицепс. Өте маған осы үш өнім өте жаныма жақын. Осы үш өнімді мақтан айта аламын. Керемет, ең сүйікті өнімдерім. Санви чайын мысалы мен осы компанияға келген кезде жаңа мынау адам ағзасын жаңағы удан, шлактан, көп нәрседен тазалап, қанның құрамындағы жаңағы холестерин,
көптеген улы заттардан тазалайды ғой. Ең бірінші осы сандвич шайынан бастадым. Ұнағаны соншалықты, бұны мен суық күйінде де, жылы күйінде де іштім. Ең бір ұнағаны маған жаңағы бұның жаңағы суық емес, жаңағы ыстық емес, жаңағы бір температурада сондай жылы күйінде ұнады. Осы сандвич шайын ішіп мен көп денсаулығымды қалыпқа келтірдім. Өйткені үлкен салмақ болды менде, 15 килограмдай. Сол 15 килограмм салмақты осы сандвич шайынан түсірдім. Менде бүйрек несінде мүшемде, мысалы үшін мүшесінде менде ауру кезекті аурулар көп болды. Сол менде құм, тас дейді ғой, мысалы, тас болмаса да сол құмдарды эксперимент сияқты мен осыны жасау арқылы сандвич шайынан үлкен нәтижеге жеттім. Осы сандвич шайын мақтанышпен айтамын. Ары қарай мен ішкенім король кардицепс. Бұл енді өзінің аты айтып тұрғандай ішкен кезде мысалы үшін дәмі кәдімгідей тәтті, бір өзіңіз жақсы көріп іше бастадым. Тілдің астына салған кезде бұл ағзаға түседі да өз жұмысын жасайды екен. Бұл ішкенде бұрын мен көп өнімдер іштім, бірақ басқа компанияны сондықтан ұнамайтын көп өнімдер. Бірақ осы компанияда осы корольдің ұнағаны соншалықты кардицепстің. Шында да ғашық болдым. Осы корольдан көп өзі денсаулығыма мысалы үшін мен нәтижеге жеттім. Осыны мақтанып айта аламын король кардицепсті. Ары қарай енді көп айтуға болады. Корольді таптырмас өнім. Ары қарай радиола розовый. Бұл өнім енді менің өміріме, менің денсаулығыма әсер еткен соншалықты. Бұл да сүйіп айтып отырғаным. Бұл өнімді радиола розовый менің әйелдік энергиямды көтерді. Қайтадан өмірге қызығушылығымды арттырды. Көп жерде осы радиола розовыйдың өте дәмі де ұнады маған. Мықты әсер етті. Мысалы үшін көңіл күйіңіз түсіп, сондай бір жүргенде бұл өзінен өзі адам құлпырып, жасарып, гормондардың жетіп, барлығы қалыптасқан кезде адам өзгереді ғой. Сондай бір жақсы нәтиже қалыпқа түстім. Осындай мен мақтанып айта аламын осы үш өніммен. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті ханымдар, мырзалар. Мен сүйікті қолымдағы үш өнім ленжир мозговой, радиола, сложный кардицепс. Бірінші мозговой толықтай айта кететін болсам, мен мозговойдан өте керемет нәтиже аламын. Менің бауырымда серьез болған. Осы 2 ай өмірін қалдым. Осы мозговой арқылы мен денсаулығымды өте керемет жақсы аламын. Сложный бұл онкологический созылмалы ауру дерттер бар. Созылмалы ауру жазылмайды деген аурудан осыдан шықты менен нәтиже. Радиола өте бұл да керемет. Бұл барлық гормондарды түзеледі. Варикоз болған менде язва болған асқазанымда, бауырымнан бөлек, аяқтарымда варикоз пайда. Осы үш өніммен менде өте керемет результат шықты. Қайырлы күн. Мен король кардицепс өнімі, одан кейін чай сандвич өнімі, одан кейін табан пластыр. Осы өнімдерді ішу арқылы менде 2007 жылдан қарай мен өтімде 4 полип болды. Асқазаным хронический атрофический гастрит, эзофагит болды, бауырымда фиброл болды. Холецистит, бүкілдіктердің барлығын көтерді. Осы ең бірінші менің бастап ішкен өнімім, осы чай сандвичмен, одан кейін табан пластыр. Осы 2 өнім бастадым. Бұл табан пластырын бірінші біз башпаймен қоса, аяқтың басшағын жапсырғанда біздің бас, көз, құлақ, ауыз, бұрын, ауыз қуысы, өңеш, сондағы бүкіл токсин шлактарды сорып шығарады. Одан кейін екінші аяқтың ортасынан жапсырған уақытта біз брюшной полость дейміз, бауыр, бүйрек, селезенка дейміз, поджелудочный дейміз, сондағы органдардың барлығындағы токсин шлактардың барлығын сорып шығарады. Үшінші күні өкшеге жапсырған уақытымызда онда біздің төменгі жақтағы қуық несеп жолдарындағы бүкіл токсин шлактардың барлығын сорып шығарады. Мен осы пластырдың 8 қорабын жапсырдым. 8 қорабын жапсырған уақытта, ең бірінші жапсырған күннен уақытта мен өзімді сондай жеңіл сезіндім. 8 қорабын жапсырған уақытта менде барлығы да қап-қара жылтыр бүкіл токсин шлактардың барлығын сорып шығарады, организмдегі қап-қара жылтыр болып шықты 8 қорабында да.
Одан кейін сосын шайды мен 2 литр банкіге шығарып, бір пакетін салып, сағат 4-ке дейін күнде ішіп отырдым. Бұл өнімдер ішкен уақытта бізде міндетті түрде су ішуіміз керек бірге. Бұл шай біздің қан тамырларымызды тазалайды біріншіден. Екіншіден қанның құрамындағы холестеринді, қан ауруымен ауыратын адамдарға қанның құрамындағы қанттың төмендетеді. Одан кейін давлениесі бар адамдар бұл шайды ыстық күйінде ішу керек. Ал төменгі несі бар адамдар оны жылы күйінде ішу керек. Сол кезде бұл ем болады. Одан кейін бұл өнім сонымен бірге асқазан ішек жолдарына өте жақсы көмектеседі. Одан кейін буын тірек ауруларына өте жақсы көмектеседі. Салқын тиген кезде бұл шайды ыстықта ішсе, біздің салқындықты бойындағы бүкіл барлығын шығарады. Бұл өнімнен король-кардицепсі мен 4 қорабын іштім. Сол арқылы мен өзімдегі, өтімдегі 4 политтен арылдым, құтылдым. Әйтпесе 15-ші жылы мені поликлиникада врачтар өтімді 60 емес деген болатын. Мен оған келіспей, 16-ші жылы компанияға келіп, осы өліктер ішу арқылы мен өтім өзімде қалды. Өте қуаныштымын бұл компанияға келгенде. Бұл король-кардицепсі өнім, бұлдар адамның иммунитетін көтереді, организмді клеткалық дәрежеде жаңалайды және адамның қатайы үрдісін тежейді. Яғни бұл өнім өте диагностик сияқты жұмыс істейді. Бұны тілдің астын тамызу арқылы кішкене 5 минуттай ұстап тұрып, содан кейін жұтқан кезде біздің қан тамырыңыз арқылы сіздің қай жеріңіз ауырады, сол жерге барып тоқтайды, соны жайлап барып емдейді. Жүрек қан тамыр ауруларына, асқазан ішек жолы ауруларына, бауыр ауруларына, ісік ауруларына бірден-бір өте мықты көмектеседі. Қай жеріңіз ауырады, өгей жерге және сонымен бірге катаракт, глаукома ауруларына көзге тамызу арқылы ем болады. Яғни бұны сыртқа да жағуға болады. Егер күйіп қалатын болса, осы король-кардицепсі жағып, одан кейін сосын біздің керболмасы жақса, денеде ешқандай кедік тағылмайды, дене теп-тегіс болып шығады. Здравствуйте, мои дорогие зрители! Хочу вам представить 3 наших продукта, которые пользуются мои родные и я знакомые и я сама. Это капсулы линджин в сухом виде. Следующий у нас мастопатинный пластырь и следующий тампон Women's Secret. Это вообще находка для женщин. О каждом хочу рассказать по отдельности. Капсула линджин кардицепс в сухом виде содержится лецитин. Он вылечивает всякие застойные явления в мозгу, то есть вылечивает ДЦП, ЗПР, даже есть результаты у нас по эпилепсии. Этот продукт бесценный. Даже применяя этот продукт любым здоровым людям, студентам, школьникам, даже детям дошкольного возраста, ребенок становится очень подвижным, очень умным. Следующий препарат это у нас мастопатины. Это не препарат, а пластырь. Когда его женщина, которая кормящая маму, после кормления грудью ставит на 3 суток, с каждой стороны по 4 штуки за один сеанс, то она получает хороший результат. То есть явление в груди, которое у нас застойное, молочные железы начинают выпускать свои застойные явления, застывшееся молоко, или правильно сказать, молоко застойное, молоко, которое снимает всякие грудные боли, дает грудям поток живой энергии, Следующий продукт я хочу хорошо остановиться на нем детально, да, потому что это очень нужная вещь для женщины. Это Women's Secret. Women's Secret называется, потому что у женщин много болезней. Здесь и бесплодие, и эрозия, и киста. Вот это все она снимает. Еще попробовав ее, можно вылечить даже гайморит, ринит. Врачи не могут нам помочь ничем, так как мы знаем, что надо операционным методом у них. А это, используя ее, вы вылечиваете
застаревшиеся гайморейные пазухи, оценки болезни. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Рыскүл Бейсенбекқызы. Менің компаниядағы ең сүйікті өнімдерімнің бірі бұл радиолар розалия, яғни алтын тамыр, екіншісі ортопед пластыры, үшіншісі тампон. Не үшін бұларды мен жақсы көремін? Потому что бұлар постоянно біздің әрдайым қасымызда керек. Жол жүрген кезде, кез келген жағдайда өте тез көмектесетін ең керемет өнімдердің бірі. Радиолар розалия, например, үлкен жолға шыққан кезде, алыс жолға шыққан кезде, шаршаған кезде тез шаршаңқылықты басады. Одан кейінгі ортопед пластыры тоже жол жүрген кезде маған өте ыңғайлы. Мысалы, әр жағдай болады, автобуспен жүруге тура келеді, таксимен жүруге тура келеді, ұзақ жолдар жүруге тура келеді, сол кезде белің ауырады, шаршайды. Бұл ортопед пластыр негізі жаңағы белдегі бір жаға белге өте жақсы көмектеседі, дегенмен де бұл өте универсальный. Любой ауырған жеріңізге жапсыра қойсаңыз 3 суткаға ол тез ауруды басатын, обезболивающий дейді, ауруды басатын құрал ретінде пайдалануға болады. Өте керемет, маған ұнайды. Бағасы да өте қолжетімді, кез келген адамға бір пластырдың өзі 3 суткаға немесе 6 суткаға дейін жапсыруға болады. Одан кейінгі тоже, енді мен өзім көп жол жүретін болғаннан кейін, постоянно осы жол жүруге пайдаланатын өнімдерді айтып отырмын. Бұл тампонда тоже жол жүрген кезде тоже кондиционерде отырамыз, мысалы жалғыз өзіңіз отырмайсыз, елмен бірге отырғаннан кейін өз жағдайыңызды, өз условияңызды өзіңіз шарттап қоя алмайсыз, сол кезде мысалы суықтап қалған кезде тампонды тоже тез пайдалануға болады. Ол бүткіл қол жолындағы төмен жақтағы жаңағы әйел ағзасындағы барлық суықты түгел сорып шығаруға тез көмектесетін құрал. Осы үш өнімді мен өте керемет жақсы көремін.